A'udhu billahi minesh-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Umra qajilma safarini аттанушылар, hurmatli болашақ қажекендер, құрметті жақсылар. Умра қажылығын сапарын қалай жасау керек? Сіздерге қазір сабақ ретінде түсіндіріп кететін боламыз. Жалпы бұл сабағымызда бірінші слайдымызда умра қажылығы жалпы ханафи мазхабы негізінде алынған умраның мәні, ұғымы, үкімі, умраның діни үкімі, артықшылығы, рухани сауабы мен пайдасы, орындау тәртібі. Екінші слайдымызда жалпы умраның үкімі. Умраның үкімі көпшілік ғалымның тұжырымы бойынша муаккада сүннет, яғни бекітілген сүннет үкімінде амалы. Умраның өзіндік үкімдері бар. Екі парыздан, екі уәжіптен тұрады. Умра жалпы, умра сапары. Бірінші парызына не кіреді? Ихрам кіреді. Ихрам ер адамдарда екі матадан тұрады. Бірі үстіне, бірі астына жабылады. Әйел адамдар күнделікті киетін киімдерін, дәстүрлі киімдерін киіп жүреді. Күнделікті қолданыста киімдерін. Арнайы әйелдер үшін ешқандай бір ихрам кию шарты жоқ. Ихрам киген уақытымызда ер адам жаңағы үстіне киеді ғой матаны, киіп болғаннан кейін басына бас киім киюге болмайды, аяғына нәски киюге болмайды, аяғына жаңағы сай аяқ киім кию керек. Одан кейін іш киім киілмейді ихрамда. Белбеуше тағуға рұқсат, көзілдік тағуға рұқсат, қол шатыры қолдануға рұқсат, тағы басқа рұқсаттар бар. Умраның екінші парызы ол тауап. Тауап Кағбаны 7 рет сағат тіліне қарсы айналу. Тауап құлшылығы. Умраның екі уәжібін айттық. Екі уәжібін бірінші не ол? Сағи. Сағи дегеніміз не? Сафа мен Мәруа арасында 7 рет жүру. Оны да түсіндіріп өтетін боламыз. Одан кейінгі соңғысы шаш алдыру немесе қысқарту. Бұл үкімдер әйелде және еркектерге де қатысты. Шаш алу мәселесінде ер адамдар тықыр алып тастаса болады, болмаса бір келкі қысқартса да болады. Әйел адамдар не істейді? Шаштарын ұшынан 1-2 елі, яғни 2-3 сантиметр кессе жеткілікті шаш алу мәселесінде. Одан кейін умраға дайындық. Умраға қалай дайындаламыз? Умраға дайындық жалпы тазалықтан басталады. Құсыл аламыз, тазаланамыз, тырнағымызды аламыз, қолтық асты әурет түтіктерін тазалаймыз. Одан кейін міндетті түрде қарыздарымыз болса, қарыздарымызды өтейміз, тәубе жасаймыз. Одан кейін ағайын туыспен, жолдаспен, көршілермен жалпы разылығын алып қоштасамыз. Енді қаладан Шымкент қаласы, Алматы қаласынан не істейміз? Жалпы баратын рейстермен бірінші Жидда қаласына, болмаса Мәдина қаласына барамыз. Жидда қаласына барған уақытымызда Жидда қаласынан түсіп, ары қарай Мекке қаласына жүреміз. Себебі Мекке қаласында әуежай жоқ. Сол үшін біз не істейміз? Жидда қаласына барамыз. Енді кейбір тікелей рейстер болуы мүмкін. Ол Шымкент, Алматы, Астана қаласынан бірден Мәдина қаласына баруы мүмкін. Ол кезде Мәдинадан Меккеге барасыздар. Одан кейін миқат және ихрам. Миқат дегеніміз ихрамсыз өтуге болмайтын шекара. Яғни қазақстандықтардың баратын үшін, яғни Қазақстан азаматтарын баратын үшін Карнул Маназил немесе Ялалам деген бағыттағы миқаттан өтеді. Осы бағытқа келген уақытта ер адамдар да ер адамдар ихрамдарын киіп тұрады, екі жаңағы мен айтылған матадан басын жаппайды, екі бөлек матаны киіп алады. Іш киім кимейді. Әйел адамдар киім киінді, күнделікті өздерін киімдерін киеді, бет жүзін жаппайды, қолғап кимейді. Одан кейін ихрам намазы бар. Ихрам намазын оқып аламыз. Яғни бұл сүннет амал. Оқымасам күнә деген нәрсе жоқ. Бірінші рәкағатында егер мүмкіндігің болса Кафирун сүресін, екінші рәкағатында Ихлас сүресін оқысаңыз абзал. Бұл мұстахаб амал. Егер білетін болсаңыз, қосымша сүрені. Егер білмейтін болсаңыз, өзіңіздің білетін сүрелеріңізді оқи бересіз. Бұда ешқандай мәселе жоқ.
Енді ихрам қай жерде киіледі? Ихрам қаласаңыз үйден шығарда ниет етіп киіп шықсаңыз болады, қаласаңыз әуежайда кисеңіз болады, қаласаңыз ұшақтың ішінде кисеңіз болады. Ол сіздің ыңғайыңызға қарай. Ұшақта жалпы кию сәл қиындық тудырады, ұшақ тар. Сол себептен үйде немесе әуежайда киіп шықсаңыз болады. Үйде киіп шықсаңыз, әуежайда киетін болсаңыз, ихрам намазын оқуға сізге мұрсат болады. Енді сіз ұшақтың ішінде киетін болсаңыз, онда ихрам намазын оқу мұрсаты болмауы мүмкін. Енді ұшақта міндетті түрде сол жердегі борттар, адамдар михат шекарасына жақындаған уақытта сіздерге ескертеді. Михатқа жақындап, ихрамды киіп алыңыз деп ескертіледі. Одан кейін умра ниетін жасаймыз. Енді мен жалпы арабшасын айтам сіздерге. Оның сіздер жаңағы жаттап аласыздар. Арабша білмейтін болсаңыздар, арабша оқылуын жатталып алыңыздар. Бисмилlah. Аллахумма инни уридул умрата фаяссирха ли ва тақаббалха минни деп не істейміз? Умрамызды бастаймыз. Мағынасы не? Мағынасы: уа Алла, мен умра жасауды ниет еттім. Оны маған жеңілдет және менен қабыл ал. Қабыл ал деп осылай ниетімізді білдіреміз. Одан кейін умрамызды кидік, ниетімізді айттық. Одан кейін тәлбие айтамыз. Тәлбие дегеніміз не? Тәлбие дегеніміз мынау сөз: лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда уан ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Мағынасы не? Мағынасы: уа Алла, шақыруына келдім. Саған серіктес жоқ. Барлық мадақ, нығмет және патшалық саған тән. Саған ешқандай серіктес жоқ деген мағынаны білдіреді. Бұны қай уақыттан бастап айтамыз? Ихрам кигеннен бастап, Қағбаны көреміз ғой енді, Қағбаны алғашқы көргенге дейін уақытта айтылу керек. Ер адамдар дауыстап, әйел адамдар іште айтады. Осы уақытта осы не істейміз? Тәлбиені айтамыз. Енді ихрамда үкімдерді жалғастырамыз. Бірінші тыйым салынған нәрселер не? Ихрам киген уақытында тыйым салынған нәрселер: шаш алу, тырнақ алу, хош иіс жағу, ер адамның басын жауып тұратын тақия, кепкі, шапка, осы нәрселерді кимеу, жынысты қатынаста болмау және де аң ауламау, өсімдік жұлмау. Бұл ихрамға тыйым салынған нәрселер. Ихрам кезінде бұл әйелге де ерге де қатысты. Тек қана бұл жерде ер адамның басын жабу деп тұр қой, ол жер қатысы жоқ әйел адамға. Себебі әйел адам бас киім орамалын киеді, тартады. Бұл жердегі ер адамға басын жабу деп әдейі айтып отырмыз, ол ер адам қатысты. Енді рұқсат етілген нәрселер бар. Мысалға енді тыйым салынған болса, енді рұқсат етілген нәрселер бар. Ихрам кезінде не рұқсат етілді бізге? Жуынуға, яғни иіссіз, шампунсыз жуынуға, шайынуға рұқсат етіледі. Сағат тағуға, қажетті заттарды белдік сөмкеде алып жүруге, паспортыңыз бар, ақшаңыз бар, тағы басқа заттарыңызды алып жүруге, көзілдірік тағуға, телефон қолдануға, қол шатыр және көлік айдауға рұқсат етіледі. Енді Мәсжидул Харама кірген уақытында қандай дұға оқылады? Мешітпен бірінші оң аяқпен кіресіздер және сүннет бойынша мына дұғаны оқу сүннет, яғни Аллахумма афтахли абуаба рахматик деп дұғасын оқисыздар. Мағынасы не? Уа Алла, маған рахым есіктерін аша көр. Уа Алла, маған рахым есіктерінді аша көр деп не істейсіз? Осы дұғаны айтып, жаңағы бисмилля деп Мәсжидул Харамға кіресіз. Осы дұғаны айтып. Одан кейін Қағбаны алғаш көрген уақытында мына дұғаны тәхлил айту: ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деп айтсаңыз болады. Және де көп дұға жасаңыз. Өзіңізге жүректен шыққан Аллаға жаңағы ерекше дұғаңызды айтыңыз. Өзіңіз үшін, бауырыңыз үшін, тағы басқа дұға, яғни Қағбаны алғаш көргенде жасаған дұға қабыл болатын дұғалардан бірі болып есептелінеді. Одан кейін
біз бірінші амалды не істейміз? Тауапты бастаймыз. Тауаптың негізгі ережелері жалпы. Қара тас бұрышынан басталады. Мына суретте көрініп тұрғандай, одан кейін 7 айналым жасалынады. Одан кейін сағат тіліне қарсы. Яғни сағат тілі былай жүретін болса, сіз сағат тіліне қарсы жүресіз. Одан кейін қара тас тұсынан бастаған уақытында, қара тас тұсында қазір уақытта жасыл белгі қойып қойған қара тас тұсында, сол қара тас тұсына қарап не істейсіз? Бисмика Аллаху акбар деп сәлем беріп, сол жерден бірінші айналымның алғашқы қадамын бастайсыз. Ер адамдарға арналған сүннеттер бар. Иттиба. Ол не? 10 иықты ашып жүру. Рамал дейді, алғашқы 3 айналымда жеңіл жүгіріспен жүру. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қажылыққа барған уақытында не істеді? Сол кездегі мүшриктер мынау Мекке, Мәдинадан келген мұсылмандарға қарсы бұлар әлжуаз болып қапты, әлсіреп қапты деген сөздер айтылады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 иықтарында ашып, жылдамыратып, өздерінде күшті екендерін көрсетіп жүріңдер деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзі, хадисі бар. Соған лайықтап біз не істейміз? Сол амалды орындаймыз. Яғни біздің күшті мұсылман екенімізді, денсаулығымыз мықты екенімізді және жарамды екенімізді көрсету мақсатында ер адамдар 10 иығын ашып не істейді? Сол жерде жылдам жүріспен айналады. 3 айналым. Қара тастың бұрышынан басталып, қара тастың қайтып айналып келгенде бірінші айналым бітеді. Дәл солай 7 айналым жасайсыз. Енді кейбір ұмытып қалуы мүмкін. Сол себептен электронды тәспеге тағы басқалай жазу болсын, солай өзіңіз есептеп жүресіз. Бұл мәселеде. Тауапты біткеннен кейін тауаптың жаңағы қара тас пен рукны ямин мен қара тастың арасында оқылатын дұға бар. Жаңағы күнделікті Бақара сүресінен қолданатын аятымыз: Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина адабан нар деп не істейміз? Осы дұғаны, аятты оқысақ болады. Одан басқа арнайы дұғалар жоқ. Мына бұрыштан оқимыз деген өзіңізге келген зікіріңізді, дұғаңызды, салауатыңызды, Аллаға деген құлшылық ниетіңізді өз тіліңізде айта берсеңіз болады. Бұл жерде бір арнайы бір дұға жоқ. Тек қана осы рукны ямин мен қара тастың арасында оқылатын осы ғана дұға. Бұның мағынасы не? Уа Раббымыз бізге дүниеде де ақыретте де жақсылық бере көр және тозақ азабынан сақта бізді деген мағынаны білдіреді. Басқа жерде айтылатын арнайы дұға жоқ. Өзіңізге ыңғайлы дұғаңызды өз тіліңізде, қаласаңыз араб тілінде айта бересіз. Одан кейінгі тауапты біткеннен кейін тауап намазы бар. Тауап намазы жалпы мақам Ибрахимде оқысаңыз болады. Мынау суретте көрсетілгендей, мынау сары тұрған жерде, адамдар тұрған жер мақам Ибрахим деп аталады. Сол жерде оқу сүннет. Егер ол жерде орын таппасаңыз, Харам мешітінің қай жерінде болсын, ыңғай жерінде оқи берсеңіз болады. Егер ол жер адам көп болып сізге ыңғайсыз тудыратын болса, және де айтып кеткеніміздей, бірінші ракағатына Кафирун сүресін, екінші ракағатына Ихлас сүресін оқу мұстахаб амалға жатады. Егер одан басқа сүре, ол сүрені білмеймін дейтін болсаңыз, өзіңіздің жаттаған сүреңізді оқи бересіз. Тауап намазын біткеннен кейін не істейсіз? Кішігірім тынығып алсаңыз болады. Тынығып алып, зәмзәм суын ішіп, зәмзәм дұғасын айтсаңыз болады. Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан ва ризқан васи'ан ва шифаан мин кулли дайн. Осы дұғаны не істейсіз? Оқисыз. Мағынасы: пайдалы білім, кен ризық және барлық дерттерге шифа сұраймын деп Раббымыздан осы дұғаны ішіп, зәмзәмді тұрып 3 рет ұрттап ішесіз. Зәмзәм суын ішу сүннет амалы бойынша тұрып ішесіздер. Отырып ішпейсіздер, 3 жұтыммен ішесіздер. Осы дұғаны айтып, енді зәмзәмді қай ниетпен ішсеңіз, сол ниетте дұға қабыл болады деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Мүмкін сіз ауырып жатыр, мүмкін осы ауруымнан жазылып кетейін деу мүмкін. Болмаса тағы да мәселелерді өзіңіз қозғап, сол мәселеде зәмзәм суын ішсеңіз болады.
Одан кейінгі амалымызға не кіреді? Одан кейінгі амалымызға сағи жасау кіреді. Сағи дегеніміз не? Сафа төбесінен шығып, не істейсіз? Мәруа төбесіне қарай жүру. Жалпы Сафа төбесіне барғаннан кейін не істейсіз? Ниет етесіз. Аллахумма инни уриду саи байна сафа вал марвати фаяссирху ли ва тақаббалху минни. Сафа мен Мәруа арасында сағи жасауды ниет еттім, оны жеңілдет және қабыл ет деген мағына. Қазақшасы. Осы айтылып болғаннан кейін Сафа төбесінен Мәруаға қарай жүресіз. Мынау суретте екі жақты да көрсеткен, әрі Мәруа, әрі Сафа жақтың екі жағын көрсеткен. Одан кейін не істейсіз? Сафа төбесіне барған уақытында мына аятты оқуға болады. Бақара сүресінің 158 аяты. Инна сафа вал марвата мин шаириллах. Арғай жалғасады аят. Осыны оқып не істейсіз? Арғай жалғастырасыз. Одан кейін сіз Сафадан Мәруаға беттейсіз. Жалпы Сафадағы зікірлер. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деп осы дұғаны зікірді айтсаңыз болады. Жаңағы хадистің негізінде. Одан кейін одан басқа да өзіңіз білетін дұға, зікірлер, салауат өзіңіздің тіліңізде де, қазақшада, қай тілде болсын айтып, өзіңізге қажетті дұғаларды жасайсыз. Одан кейін сіз не істейсіз? Мәруаға барасыз. Сағидың орындалу тәртібі былай, құрметтілер. Сафадан басталады, Мәруаға барайды. Мәруаға барған уақытта бір айналым бітеді. Сөйтесіз дағыны Мәруадан Сафаға барған уақытта екінші айналым бітеді. Дәл солай не істейсіз? 7 рет айналым жасайсыз. Яғни толық айналмайсыз. Сафадан Мәруа 1, Мәруадан Сафа 2. Соңында сіз не істейсіз? Мәруадан есігінен шығып кетесіз. Қайтып Сафаға келмейсіз. Осылай не істейсіз? Жасайсыз. Енді осы жерде ерекшеліктің тағы бір ерекшелігі, жасыл өзі шам белгіленген жер бар. Қазіргі уақытта мұны суретте көрсетілгендей. Осы жерге келген уақытта ер адамдар жүрісін не істейді? Сәл жылдамдатады. Әйел адамдар қалыпты жүреді. Бұл жер жүруінің себебі Сафа мен Мәруа арасында Ажар анамыздың осы жерде Исмаил алейхиссаламға су іздеген жері. Яғни Зәмзәмнің суының шығу тарихы. Осы жерде 7 рет не істеген? Сафа Мәруа арасында жүгіріп айналым жасаған. Сол сүннетті біз не істейміз? Орындаймыз. Неге әйеліміз жай жүреді? Себебі Ажар анамыз бүкіл әйелі адамдар үшін жасады, сол міндетті орындады. Тек қана ол жерде ер адамдар ғана жасыл белгіден істелінеді, жылдамырақ жүріспен жүретін болады. Енді бұл сағи амал деп аталады. Бұның үкімі уәжіп. Бірінші ихрам кидік, бірінші парыз кетті, тауапты жасадық, екінші парыз кетті, үшінші сағи амалын бітірдік, бір уәжіп кетті, ең соңғы уәжіп алды. Не ол? Шаш алу және умраны аяқтау. Шаш алу мәселесінде тақырлап алсаңыз болады, және де бірыңғай қысқартып алсаңыз болады. Бұл кім үшін? Ер адам үшін. Ер адам үшін. Жаңағы машинкамен бірыңғай алсаңыз болады, болмаса тақырлатып алсаңыз болады. Қысқартыңыз. Әйел адамдар шашының ұшына 2-3 сантиметр қысқарса жеткілікті. Толықтай шашын алу тиіс емес. Ұшынан жеткілікті. Шаш алғаннан кейін ихрамнан шығасыз, умра сонымен құлшылығы жалпы аяқталады. Одан кейін ары қарай не істейміз? Одан кейін ары қарай біз Мәдина қаласына барамыз, Мәдина қаласы. Мәдина қаласы Алла елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қаласы және қасиетті мұсылмандар үшін екінші қала орын болып есептеледі. Ол жақтағы құлшылығымыз 1000 есе артық. 1000 есе артық. Бұл Мәсжид Набавиде оқыған әр намаз 1000 есе сауапқа тиесілі. Бұл сауабы, бірақ күнәсі де дәл солай. Сол себептен құрметті қажекендер, барған уақытында барынша сабыр сақтап, күнә істеуден аулақ болайық.
барынша не істейміз, сауап амалдарды алып кетейік. Енді Мәсжид Набауиға барған уақытта не істейміз, біз намаз оқимыз, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға не істейміз, сәлем береміз, иә. Сәлем берген уақытта ассаламу алейке я расулаллах, ассаламу алейке я набиуллах, ассаламу алейке хабибуллах деп не істейміз. Уа Алланың елшісі, сізге Алланың сәлем болсын, уа Алланың пайғамбары, сізге Алланың сәлем болсын, уа сүйікті пайғамбар, Алланың сізге сәлем болсын деп не істейміз, сәлем береміз. Содан кейін пайғамбар саллаллаху жанында жатқан Абу Бакр разиаллаху анхқа, Омар разиаллаху анхқа да сәлем береді. Ассаламу алейкум я хазіреті Омар разиаллаху анху, ассаламу алейкум я хазіреті Омар разиаллаху анху деп сахабаларға не істейміз, сәлемдерімізді береміз. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қабірі, Абу Бакр сыдықтың қабірі разиаллаху анху, одан кейін Омар Фаруқ разиаллаху анху қабірлері қатарласып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи бастаймыз, Абу Бакр Сыдық, Омар разиаллаху не істейміз, сәлем беріп, есіктен шығып кететін боламыз. Одан кейінгі Рауза Шариф, сол жерде намаз оқу. Бұл жерде намаз жаңағы оқу пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, бұл жерде жәннатта тұрғандай деп айтылады, иә. Рауза Шарифте намаз оқу. Бұл Рауза Шарифте пайғамбар саллаллаху алейхи үйінен жаңағы шығып, уақытында пайғамбар саллаллаху алейхи үйі мен Мәсжиділ Набауи бір дуалдас болған. Үйінен шығып, сахабаларға осы жерде намаз оқытып, одан кейін сол жерде сахабаларға насихатын айтқан жер болып есептелінеді. Сол жерде намаз оқимыз. Бұл жерде әйел адамдар бөлек кіретін жер бар, ер адамдардың бөлек кіретін жер бар. 2020 осы ковид уақытынан кейін ол жерді қатаңдатып қойып, білесіздер. Ол жерге белгілі бір бағдарлама программалармен істелінеді, кіріледі. Сол бағдарламадан алынады, кіресіздер. Әйелдер жағын өте қатаң қылып қойған, ер адамдар жағы да солай. Енді осы жердегі айтылатын тағы мәселе, кейбір адамдар не істейді, бағдарламаны орындап қойса да, бәрін істеп қойса да, кіре алмайтын жағдай болады. Сол кезде сіз мына нәрсені түсініңіз. Бұл Рауза Шарифке кіру умраның міндеттеріне кірмейді. Яғни кірмесем ол жерде умрам қабыл болмай қалады деген нәрсе жоқ. Яғни кейбір адамдар болады, ешқандай бір бағдарламасы тура болмаса да кіріп шығып жатқаны болады. Ол неге байланысты? Сіздің жүрегіңіздегі ниетке байланысты кіру. Пайғамбарға сәлем беру, сол жерге кіріп намаз оқу сіздің жүрегіңізде ниетке байланысты. Ол ниетті сіз, Раббымыз біледі, басқа біле алмайды. Бірақ кейбіреулер болады, мен неге кірмедім, бұл маған міндет, мен жаңағы умрам қабыл болмаған сияқты жаңағы жағдайлар жасап жатады. Бұл діннің ешқандай әмірі емес. Бұл жерге соқпай кетсеңіз де бір умраңыз қабыл болмайтын нәрсе жоқ. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи жатқаннан кейін, Мәдина қаласы қасиетті болғаннан кейін ол жерге барамыз, сол зиярат етеміз. Осы мәселені жақсылап түсініп алайық, құрметтілер. Бұл мәселеде бағдарламамен кіріледі. Одан кейін Мәдинада зиярат етілетін тағы да жерлер бар. Ол Мәдинада тарихи қасиетті зиярат ету сүннет болған жерлеріне Ухуд тауы, Ухуд шахидтері. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд бізді жақсы көреді, біз де оны жақсы көреміз деді, Бұхариде келетін хадисте. Ухуд тауында ол жерде шахидтер бар, 70 сахаба шахид болған. Ең басты ол жерде шахидтердің бірі Хамза разиаллаху анху, жаңағы пайғамбардың немере ағасы, осы жерде шахид болған. Одан кейін Қос Қыблатайн мешіті бар. Бұл қыбла өзгеруіне байланысты Қос Қыблатайн деп аталған тарихи мешіт. Одан кейін Құба мешіті бар. Құба мешітінде исламның алғашқы мешіті болады. Мұнда оқылған 2 рәкат намаз умра сауабымен тең деген пайғамбардың хадисі бар. Одан кейін Бақи қорымы бар, Жәннатул Бақи. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары, отбасы мүшелері жерленген 10 мыңға жоқ сахаба сол жерде жатыр. Ер адамдар ол жерге кіріп зиярат етуге рұқсат етіледі. Ол жерге де кіріп зиярат етіп, дұға етіп, Құран оқып шықсаңыздар болады. Енді кірген уақытында, қабірге кірген уақытында ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминина вал муслимин деп осы дұғаны айтып берсеңіздер болады. Бұл мағынасы не? Уа мүміндер мекені тұрғындары, сендерге сәлем болсын. Алла қаласа, біз де сіздерге қосыламыз деген мағына.
осыны айтып не істейсіздер, кіріп дуа етіп шығасыздар. Жалпы умрадағы сапарлар осы сүннет етілетін Мәдинадағы. Енді одан бөлек кейбір фирмалар сіздерді құрма бағына, жаңағы Құран шығаратын фабрикаға апаруы мүмкін, кейбір басқа жерге апаруы мүмкін, бірақ ол сүннет амалдың тысында көретін жерлер. Сүннет бойынша айтылған көретін жері Мәдинада осы. Осымен умра сапары жалпы бітеді. Енді сіз бұны Меккеден бастап Мәдинаға баруыңыз мүмкін, болмаса Мәдинадан бастап Меккеге келуіңіз мүмкін. Қалай болса да бұл екі жақты да орындала береді. Жалпы умра осымен сабағымыз тамам. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Умра сапарыңызды Алла қабыл етсін. Алла умра жасамаған басқа бауырларымызға умра сапарын нәсіп етсін. Умра жасап қалған бауырларымызға үлкен қажылыққа баруды нәсіп етсін иншалла.